Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бүгін біз ағылшын асханасының ең танымал, ең дәмді десерттерінің бірі 2020 жылғы хит десерт деп айтсақ та болады, трайфл десертін дайындайтын боламыз. Немесе милка десерті деп атасақ та болады. Бұл десерттің нәзіктігінде, дәмділігінде сөз жоқ, сондықтан да міндетті түрде видеоны аяғына дейін қарап, үй жағдайында дайындап көріңіздер. Сіздерге міндетті түрде ұнайды. Бұл десертті дайындау үшін ең алдымен 3 жұмыртқамыздың үстіне қантымызды саламыз, жақсылап миксерлеп шығамыз. Міндетті түрде видеода көрсетілгендей аппақ көпіршік шыққанша араластыруымыз керек. Сол кезде бисквит жақсы көтерілетін болады. Содан соң бөлек ыдысымызға құрғақ ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Ең алдымен еліктен өткізілген ұнымызды саламыз. Одан кейін какаоны саламыз, және де қамыр қобыстықшын салып, жақсылап видеода көрсетілгендей араластырып шығамыз. Бізде осындай қоңыр түсті ұнтақ шығуы керек. Енді осы қоңыр түсті ұнтағымызды жаңағы жұмыртқалы массамызға салатын боламыз. Міндетті түрде аз-аздан салуымыз керек. Мен осылай 2 қасықтап салып, 3 рет салдым. Бірден барлық ұнымызды салуға болмайды. Өйткені бұл сіздердің миксермен жақсылап араластыруларыңызға да кедергі келтіреді. Бұл біріншіден, ал екіншіден бисквиттеріңіз жақсы көтерілмей қалады. Сондықтан осылай міндетті түрде 3 бөлікке бөліп миксерлеңіздер. Бұл өте маңызды. Міне видеода көрсетілгендей осылай жақсылап араластырып шығамыз, және де бисквитіміздің соңғы ингредиенті ол сұйық май. Осы дайын болған шоколадты массамызға күнбағыс майын қосамыз. Бұны қосу міндетті емес, бірақ егер қоссаңыздар, бисквиттеріңіз нәзік болып шығады. Келесі осы дайын болған шоколадты массамызды табамызға саламыз. Ең алдымен табамызды сары маймен осылай жағып шығатын боламыз. Және де осындай шыққан қою массамызды, шоколадты массамызды табамызға салып, пешімізге 180 градуста қызып тұрған пешімізге 20 минут пісіріп аламыз. Бізде осындай бисквит дайын болып шықты. Табаны жақсылап сары маймен майлағандықтан мүлдем жабысқан жоқ. Таба тап-таза, және бисквитім де таза пісті. Енді жақсылап суытып аламыз осы бисквитімізді 10-15 минуттай. Одан кейін қолымыздың көмегімен осылай майдалап, үстіне сүлгі жауып қойып қоямыз да крем дайындауға көшеміз. Біз кремге керекті ингредиенттер бұл кілегей, және де сүзбелі ірімшік, яғни творожный сыр, және де қант. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға кілегейімізді салып аламыз. Сосын қоюланғанша жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп жатқан кезде міндетті түрде миксеріңіздің венчигіне де назар аударыңыз. Олар да тап-таза және құрғақ болуы керек. Осындай қою масса шыққан кезде үстіне қантымызды салып, тағы да осылай қою болғанша миксерлейміз. Одан кейін соңғы креміміздің ингредиенті ол сүзбелі ірімшік. Оны да осы дайын болған кілегейден жасалған креміміздің үстіне қосып, жақсылап қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Міне, осындай қоюлықта креміміз дайын болуы керек. Тексеру үшін осылай миксермен жүріп өтсеңіздер болады. Сол кезде міндетті түрде із қалу керек. Қасықтың да қарап өтсаңыз, іздері қалып жатыр. Яғни біздің креміміз дайын деген сөз. Енді осы жаңағы үгітілген осы бисквитімізді аламыз, кремімізді аламыз, және де трайфлға ыдыстарымызды алып аламыз. Трайфлға ыдысты өз қалауларыңызша таңдасаңыздар болады. Кондитерлік дүкеннен арнайы трайфлға арналған ыдыстар алсаңыздар болады. Мен бүгін осындай ыдыстар қолдандым. Енді осы ыдыстарымызға үгітілген бисквитімізді салып шығамыз. Қатты қалың қылып емес, қатты жұқа қылып та емес, осылай видеода көрсетілгендей салып шығамыз. Мен тағы да 4-ші ыдысты қостым. Өйткені бисквитім көп болды. Енді осы дайын болған бисквит салынған ыдыстарымызға кремімізді салып жағып шығамыз.
Міндетті түрде бұл жерде ескеріңіздер, бисквиттеріңіз жылы немесе ыстық болмауы керек, әйтпесе кілекейіміз іріп кетуі мүмкін. Яғни крем іріп кетеді. Міне осылай біркелкі етіп бисквитіміздің үстіне кремімізді жағып шығатын боламыз. Міне, енді бізге соңғы шагымыз ол үстіне қосылатын шоколадты глазурь дайындау. Ол үшін кілегейімізді алып, жақсылап ысытып аламыз. Кілегейді қайнату міндетті емес, ол іріп кетеді. Сондықтан жақсылап үстіне шоколад салса еритіндей ысытып аламыз. Одан кейін 100 грамм Қазақстан шоколадын аламыз. Бірінші осы 100 граммды қосып аламыз. Жақсылап араластырып, шоколадымызды осы кілегейде ерітеміз. Одан кейін қалған 100 граммды қосамыз. 100 грамм шоколадымызды қосамыз. Сонда 200 грамм шоколад қосылады. Осылай жақсылап шоколадымыз ерігенше араластырып тұрамыз. Бізде осындай шоколадты глазурь шығуы керек. Енді осы дайын болған глазурьді міндетті түрде суытып аламыз. Суығаннан кейін ғана осы дайын болған трайфлдарымыздың үстіне құйып шығатын боламыз. Бұл қазір сұйық болып тұрады үстіндегі глазурь, бірақ бір түнге тоңазытқышқа салған соң крем де үстіндегі глазурь да қатады. Міне бізде осындай керемет трайфлдар шықты. Безендіру өз қалауларыңызша. Жазға таптырмас безендіру, ол әрине жеміс жидектермен болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.